Петропавл ауыр машина жасау зауытының экс-директоры аса ірі көлемде пара алғаны үшін сотталды. Бұл іс бойынша бірден 3 адам айыпталып отыр. Зауыт мемлекеттік қорғаныс тапсырысын орындап, жалпы сомасы 283 миллион теңге көлемінде құраған. Алайда кейін белгілі болғандай кәсіпкер мен қызметтерді орындауға арналған шартқа кері қайтару шартымен қол қойылып отыр. 2020 жылдың мамыр айында Петропавл ауыр машина жасау зауытының экс-директоры Айдын Оразханов ұсталған. Мемлекеттік қорғаныс тапсырысын орындау үшін әскери техникаға қажетті компоненттерді жеткізу үшін іздеу жүргізілді. Шарт кәсіпкер Александр Савинмен жасалған, бірақ экс-директор онымен кері қайтару жүйесі бойынша жұмыс істеуге келіскен. Мерзімдері бойынша жеткізілімнің кешігуі басталған кезде Оразханов шарттарды ұзартып, ал аудиттен кейін 2020 жылдың көктемінде мерзімдерді ұзартудан бас тартылған. Содан кейін Савин мәселені шешуді немесе параны қайтаруды талап еткен. Кейін өзі құқық қорғау органдарына 100 мың ақш доллары көлемінде пара беру туралы өтініш жасаған. Петропавл ауыр машина жасау зауытының акционерлік қоғамының атқарушы директоры да сотталушылар орындығында болды. Петропавловским городским судом Петропавл қалалық соты бас директорға қатысты аса ірі мөлшерде пара алған үшін 11 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаумен айыптау үкімін шығарды. Атқарушы директорға қатысты парақорлыққа делдал болған үшін 4 жыл бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалып, айыптау үкімі шығарылды. Жеке кәсіпкерде кінәлі деп танылды, бірақ тергеумен ынтымақтастыққа және пара беру туралы ерікті хабарламаға байланысты қылмыстық жауаптылықтан босатылды. Бұдан басқа мемлекет кірісіне 40 миллион теңге көлемінде пара сомасына сатып алынған пәтер тәркіленді. Сондай-ақ сотталғандардан ынтымақты тәртіппен 5 миллион пара сомасы өндірілді.